Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге банановый трайфл рецептісін ұсынамын. Бұл трайфлдың дәмін көрген кезде бірден ғашық болған едім. Сіздерге де сол рецепті ұсынғым келеді. Сондай нәзік, сондай дәмді, өте керемет. Қонақтарға ұсынсаңыздар да, өздеріңіз жесеңіздер де, отбасыларыңызға да, барлығыңызға да ұнайды деген ойдамын. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, қопсытқыш, какао, сұйық май, сары май, сүт, қант және де жұмыртқа. Барлық ингредиенттерді видеоның астына описанияға жазып қоямын. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне біз қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне жұмсақ сары май саламыз. Сары май бөлме температурасында болуы қажет. Сұйық май құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Сүт құямыз. Менде сүттің пайызы 2,5. Оның майлығы негізі маңызды емес, температурасы да маңызды емес. Електің ішінде менде ұн мен қопсытқыш бар. Осыны 2-3-ке бөліп, салып миксермен араластырамыз. Електен өткізіп, какао саламыз. Бізде қамыр дайын, оны қалаған формаңызға құюға болады. Мен қазір диаметрі 26 см болатын формаға құйып жатырмын. Егер қаласаңыз, жай ғана противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, соған да жаңа қамырды құйсаңыз болады. 180 градуста шамамен 40-45 минуттай пісіреміз. Піскендігін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Одан соң толықтай суытасыздар. Кәдімгідей толықтай бірнеше сағат бойы суып тұру қажет. Содан соң қолыңызбен осы үзіп алып, үгітеміз. Бөлек ыдысқа салып үгітеміз. Менің жаңаға айтқаным, қамырдың формасы қандай болатындығы маңызды емес. Өйткені сіздер бәрібір де оны үгітесіздер. Мінекей осындай үгітілген қамыр шығады. Кремді дайындау үшін бізге салқын кілегей қажет. Міндетті түрде пайызы 33-35 аралығында болады. Оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Қоюланғанша араластыру қажет. Сонымен қатар творожный сыр саламыз. Менің каналымда кілегеймен жұмыс жасау деген видео рецепт бар. Сол рецепті міндетті түрде қараңыздар. Өйткені ол жерде крем жасаудың барлық қыр-сырлары айтылған. Бізде кілегей креміміз толықтай қоюланғанша араластырамыз. Мінекей, крем осындай болып шығуы керек, қою болып шығады. Трайфлды жасау үшін осындай үлкендеу ыдыстарды қолдануға болады, немесе кішкентай стаканчиктерге де салуға болады. Жалпы өзіңіздің қалауыңызша қалаған ыдысқа сала бере аласыз. Үгітілген ең алдымен қамырды саламыз, оның үстіне кремді саламыз. Кремнен соң тағы да үгітілген қамыр, одан соң тағы да крем салып, үстін шоколадты глазурмен жапсаңыздар болады. Мен көбіне трайфлды осындай кішкентай стаканчиктерге жасағанды жақсы көремін. Қазір сіздерге соны жасап көрсетем толықтай. Ең алдымен әр қайсына бір ас қасықтан осы жаңа үгітілген қамырды салып шықтым. Одан соң кремді жағып шығамын. Кремді егер осылай кондитер қапшығына салып алсаңыздар, өте ыңғайлы болады.
Одан соң ортасына банан саламыз. Енді бұл банановый трайфл болғандықтан бананды көбірек салуға тырысыңыздар. Банан өзі жұмсақ, креммен, коржбен араласқанда дәмі өте керемет болады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Одан соң үгітілген қамырды саламыз. Және тағы да бетін креммен жауып шығамыз. Барлығын тағы да қайталап банан саламыз және де үгітілген қамыр, оның үстіне крем. Негізі қанша қабат болатындығы өзіңізге байланысты және де сіздің стаканчигіңіздің биіктігіне байланысты. Қаласаңыз 2 ғана қабат қылуға болады, немесе 3-4 қабатты трайфл жасауға болады. Міндетті түрде бетін жақсылап көптеу қылып жаңа креммен жауып, оны тегістеу қажет. Өйткені қазір біз шоколадты глазур құямыз бетіне. Трайфлдың бетін тегістегенде силиконды күрекше көмекке келеді, немесе қасықпен де тегістеуге болады. Тегістеу өте міндетті, өйткені шоколадты глазур қойған кезде оның беті теп-тегіс әп-әдемі болып тұруы қажет. Глазур дайындау үшін сливкиді, кілегейді біз ысытып аламыз. Қайнатпаймыз, жай ғана ысытамыз. Соның үстіне шоколад саламыз. Енді араластырамыз. Кілегей міндетті түрде ыстық болып тұру керек. Сол кезде шоколад оның ішінде ериді. Және де кішкене ғана суытыңыздар, қатты ыстық болып тұрмау керек. Кішкене бір бөлме температурасына дейін суытып, одан соң барып осы трайфлдың үстіне құюға болады. Бетіне әсемдік ретінде вафлидің ұнтақталған түрін салдым. Орысша айтқанда вафельные крошки. Оны салу міндетті емес. Әртүрлі жаңғақтар немесе жаңа кремнің көмегімен де әдемі гүлдер салып әсемдеуге болады. Енді біз бананды салып әсемдейміз. Мінекей достар, бізде бананды трайфл дайын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлжанат.